Армысыз көрермен қауым. Елбасының бастауымен отаным әлемге танылды. Елім елдігін көрсетті, ерлігін танытты. Қазақ халқы егемендігін алып тәуелсіздікке қол жеткізіп өз алдымызға ел болдық. Ар намысты ту еткен елбасымыздың аянбай еңбек етуінің арқасында осы нұрлы күндерге жеткізді. Елбасымыз туралы хабардармыз ба? Осы елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлының балалық шағына өміріне көз жүгіртейік. 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтың шаңырағында көптен күткен ұл өмірге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Жарқын жүзді Әлжан ұлын үлкенді құрметтеуге, сыйлауға баулады. Оның ұлттық дәстүрлерге, ән жырларға, салт ғұрыптарға құштарлығын оятты. Нұрсұлтанның жас зердесінде сол кезеңнің қыспаққа салған қиыншылықтары ғана емес, анасының аялы алақаны мен әкесінің мейірлі жүзі де сақталып қалды. Тату отбасы, бауырлар, әке-шешесі айтқан әндер. Нұрсұлтан мал жайғарумен айналысты. Әкесімен бірге тауға барып шөп шапты. Жас өспірім шағы Нұрсұлтан тек өз сыныбындағы ғана емес, мектептегі ең үздік оқушының бірі болды. Сабақты зор ынта ықыласпен оқыды. Оның балалық шағы ауыртпалығы мол соғыс және соғыстан соңғы жылдармен тұстас келді. Ел алапат соғыстан кейін қайта енсіздіктеп жатқан еді. Ең қажетті нәтижелер жетіспеді. Адамдар үнемі аш құрсақ болатын. Жас Назарбаев соның бәрін басынан өткеріп, бәрін жеңе білді. Өте жақсы білім алып, от жалында мамандықты егеріп, азамат қатарына қосылды. Елмен жұмыс жүргізетін басшылық қызметтерге сатылып жоғарылады. Мектепті бітіріп, 18-ге таяған Нұрсұлтан өз қатарластарының арасында терең білімі мен ой өрісінің кеңдігімен ерекше көзге түсті. Тынымсыз еңбек, спортпен жүйелі айналысу оны тығыршықтай етіп шыңдап шығарды. Теміртаудағы металлургия комбинатының құрылысына комсомолдарды жинап жатқанын білген Нұрсұлтан металлург болуға бел буды. Ол училище бітіргенде металлургтың қиын да күрделі мамандығын игеріп қана қоймай, Украинаның спорт шебері атанды. Теміртауға оралғаннан кейін Нұрсұлтан Назарбаев өмірбаянының жалынды кезеңі басталды. Күлер келер, арқарлар жайлары аймағында. Ай, Үшқоңырым туған жерім, рақым нұры тұнған жерім. Ай, Үшқоңырым тал бесігім, жүрегімде мәңгесімін. Бұл жерде тарих сырдың сыбыры бар. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің қасиетті белгілерін де ерекше қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек. Деген сөзін әрбір азамат жүрегінің терең түкпірінде сақтап, қашанда жадында ұстау керек. Бұл баршамыздың ел алдындағы перзенттік борышымыз. Ендеше тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз еңселі болғай. Тәуелсіз туымыз әрқашан биікте желбірей берсін. Теміртаудағы металлургия комбинатының құрылысына комсомолдарды жинап жатқанын білген Нұрсұлтан металлург болуға бел буды. Ол училище бітіргенде металлургтың қиын да күрделі мамандығын игеріп қана қоймай, Украинаның спорт шебері атанды. Теміртауға оралғаннан кейін Нұрсұлтан Назарбаев өмірбаянының жалынды кезеңі басталды. Назарбаев үлкен лауазым иелерінің кабинеттеріне қаймықпай кіріп,
әділдікке жету үшін қара қылды қақ жарғандай етіп шындықты ғана айтты. Ол жалаң сынаушы ғана болған жоқ. Үнемі сол жерде түйткілдерді бірден шешудің қисынды жолдарын ұсынды. Берік дәлел және дәйекке ғана сүйенді. Сондықтан оның пікірі мұқият тыңдалды, жиі қолдау тапты. Басшы ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың беделі жоғары болу себебі ең алдымен оның жұмысшылар қатарынан ең төменгі буыннан көтерілгендігінен, барлық мәселелерді түп төркінінен танып білетіндігінен еді. Қарттарының жалыны бар, қарттарының қадірі бар, жақсылыққа жаны құмар, жаса қазағым. Тарихының тамыры бар, дәстүрінің тәлімі бар, сақ пен ғұнның зарыны бар, жаса қазағым. Жаса, жаса қазақ тілім, жаса, жаса ғажап тыным, баянды боп азат күнің бағыңдаймазын. Жаса, жаса рухты халқым, жаса, жаса құлтты салтым, айдан асып мықты даңқың бағыңдаймазын. Жалыны бар, қарттарының қадірі бар, жақсылыққа жаны құмар, жаса қазағым. Тарихының тамыры бар, дәстүрінің тәлімі бар, сақ пен ғұнның сарыны бар, жаса қазағым. Жаса, жаса қазақ тілім, жаса, жаса ғажап тыным, баянды боп азат күнің бағын таймасын. Жаса, жаса рухты халқым, жаса, жаса құтты салтым, айдан асып мықты даңқың жаның жайнасын. Жарқыраған күнді көтерді қыран, биікке самғатты көңілім бірән. Ұрпақтары батыр, бабалар қуан, көреген елбасы сіз жайлы бұл ән. Қазақстан, Қазақстан, жер бетінің жаннаты. Ер Нұрсұлтан, ер Нұрсұлтан, Қазағымның қанаты. Ер Нұрсұлтан,